аймақтардың жетекшілері, сонсын осы жас талапкер ғылыми жолында ізденіске түскен мектептің оқушыларынан бастап, осы бүгін біздің ортамызда қазіргі жұмыс істеп жүрген жас талапкер студенттердің барлығына шын көңілден үлкен ғылыми табыстар тілеймін. Оқыған бейінділеріңіздің бәрі мазмұнды болсын, және бұның аяқталмасын, ары қарай да шарықтап, мынау еліміздің, халқымыздың қуанышы, бақыты үшін ғылыми бастаудың алғашқы қадамы болсын деп шын көңілден тілеймін. Ал енді біз білеміз, айтамын ғой, біздің болашағымыз, біздің халқымыздың үміті бәрі осы жастар деп. Сол сияқты біздің енді бүкіл Қазақстанның қазіргі бір ең басты үмітінің бірі осы ғылыми өндіріс, ғылыми бастама. Еліміздің президенті келіп айтып жатыр, біз 10 жылдың ішінде бүкіл жер шарындағы халықтың, мемлекеттің ең алдын қатарда бәсекеге төзімді 50 елдің ішіне енеміз дейміз. Бұл қазір аз болсын басты міндетіміз. Ал сол 50 елдің ішіне апаратын кісілеріне сіздерсіз. Біз бұл жұмыстар сондықтан оны жай сондай үлкен ортаға бару үшін ең оның басын көрсетуші ғылыми көрсеткіш. Сондықтан осы ғылыми көрсеткіш бастаған табыстарыңыз ары қарай табанды болсын, табысты болсын, ары қарай үлкен жеңіске табыстарға тілеймін. Бүгінгі мына өткен мейрамдарды шын көңілден тағы да құттықтап қоямын. Ал енді біз өзіміз осы кафедраның ақсақалы ретінде осымен осы 51-ші бейінме конференция студенттерін көріп отырмын. Кеңес қатынасы болса.